Достар, баршаңызға сәлем. Менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Бүгін біз грамматикалық тақырыптарымызды жалғастырамыз. 28-ші сабақтың тақырыбы топтық сан есім. Разделительные, числительные. Топтық сан есімдер заттар мен құбылыстардың санын топтап көрсетіп, қаншадан нешеден сұрақтарына жауап береді. Разделительные, числительные указывают на объединяющие, группирующие количество предметов и лиц, отвечают на вопросы қаншадан нешеден, жасалу жолы, способ образования. Есептік сан есім, то есть имя числительное плюс окончание дан-ден, тан-тен, нан-нен. Енді қараңыздар, қатарға екі-екіден тұрыңдар. Встаньте в ряд, қатарға тұрыңдар, по двое, екі-екіден. Енді осы түсінікті болу үшін, достар, қазір сіздермен практикум жұмыстарын орындайтын боламыз. Берілген сан есімдерден топтық сан есім жасаңыздар. Қараңыз, 100, 100, 100-ден. 1000, 1000, 1000-нан. 2, 3. 2-ден, 3-ден десеңіздер болады, немесе 2, 3-ден. 5, 6-дан. 5, 5-ден. 6, 6-дан, 4-5, 4-5-тен, 10, 10-нан. Өте жақсы, достар. Екінші тапсырма. Жақша ішіндегі сөздерді топтық сан есімге айналдырып, сөйлемді толықтырыңыздар. Дополните предложение, присоединив к словам в скобках окончание разделительных числительных. Мысалы, ойын шарты бойынша, по условиям игры, әр командадан, из каждого команды, екі-екіден ойыншылар қатар жүгіру керек. Ойыншылар деген, это игроки, қатар в ряд жүгіру керек, должны бегать. По двое, екі-екіден. Келесі екінші, сарбаздар. Мына жерде жақшаның ішінде 3 саны. Сапқа тұрып, мерекелік іс-шараға дайындалды. Сарбаздар 3-3-ден, сапқа тұрып, мерекелік іс-шараға дайындалды. Үшінші, кітапханашы жаңа оқулықтарды кітап сөрелеріне 10-10-нан жинауды тапсырды. Кітапханашы деген, кітапхана деген это библиотека, кітап деген книга, кітапхана деген библиотека, кітапханашы деген библиотекарь. Орысша сондай болады, жаңа оқулықтарды, то есть новых учебников, кітап сөрелеріне, в книжных полках, на книжных полках, получается, 10-10-нан жинауды тапсырды. Төртінші сөйлем. Хатшы мекеме басшысына келген қонақтарды 4-4-тен кіргізуді өтінді. Хатшы, хат деген письмо, хатшы деген секретарь. Немесе, қалай айтушы еді қазір? Кеңсе менеджері. Бесінші, тіл үйренушілер қазақ тілі сабағында 2 топқа бөлінді. Нешеуден, қаншаудан? 9-9-дан. Өте жақсы. Бүгінге осы, достар. Бүгінге осы. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Сұрақтарыңыз мен үшін өте маңызды, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.